Қайырлы күн достар. Бүгін мен сіздерге әйгілі тригелім 3 фазалық антипаразитарлық бағдарлама туралы айтқым кеп тұр. Бұл қараңыздар 3 формуладан тұрады. Бірінші формула паралакс деп аталады, активация. Екінші формула санация басталады. Бұл фитопар деп аталады. Және үшіншісі фиксация, энтеровит деп аталады. Енді қараңыздар, ішінде не бар? Коробканы ашқан кезде ішінде мына қағазлай шығарылады. Бұның ішінде мына жалпы сипаттамасы берілген. Бүйтіп ашсаңыздар, мына жерде қалай ішу керектігі туралы ақпарат берілген. Бұны үйтіп сақтап қоясыздар. Енді ішіне ашсақ, мына паралакстан, қараңыздар, номер 1 тригелім паралакстан, бұдан 30 капсула. Бұл бірінші. Екінші фитопардан 4 блистер, бұдан 60 капсула. Және де мынандай энтеровит 200 грамм. Осындай, сосын қасығы бар, өлшеп ішетін. Міне бұл осы тригелімнің ішіндегі заттар. Енді қараңыздар, қалай негізі тригелім деген қалай жұмыс жасайды? Бұл мына бірінші этап паралакс. Ішекті және өт шығару жолдарын тазартады. Бұның өсімдіктес кешен, бұл өсімдіктес болғандықтан, таза шөптерден жасалғандықтан, бұл ағзаны белсенді антипаразитарлық әсерге дайындайды, және де ішек пен өт айдау жүйелерін тиімді тазалайды. Неге бұл этап керек? Қараңыздар, паразиттар сіздің іш құрылысыңызда отырады. Олар бүкіл өт жолдарын барлығын бітеп тастауы мүмкін. Сіз сол паразиттарды шығарған кезде өт жолдарыңыз таза болу керек. Өт жолдарыңызды паразиттарды айдаған кезде олар жаңағы өт жолдарында, асқазан ішек жолдарында тұрып қалмай шығып кету керек. Сондықтан да мына бірінші этап міндетті түрде керек. Онсыз ешқандай сіз мысалы дәріні ішесіз, қазір. Содан кейін ол егер шықпаса, сіздің өт жолдарыңыз бітеліп тұрса, одан ешқандай пайда болмайды. Сондықтан да бұл міндетті түрде керек. Екінші этап бұл фитопар. Бұл енді паразиттерге қарсы соққы деп айтуға болады. Бұл табиғи компоненттер күшті паразитке қарсы әсер көрсетеді. Паразиттарды зарарсыздандырады және ішек пен өт жолдарынан шығарады. Бұл кейбір паразиттарды, ұсақ паразиттарды, ұсақ паразиттарды өлтіреді. Ал ірі паразиттарды, яғни үлкен паразиттарды уақытша обездвиживать етеді дейді ғой. Оларды уақытша ұйықтатып тастайды десек те болады. Содан кейін мынау үшінші этап, бұл фиксация, энтеровит. Бұл қалпына келтіретін және де жаңағында екінші рет паразиттардан қайтадан жоқ қалмас үшін сізге, содан алдын алады. Бұның құрамында табиғи бал, сосын хош иісті қалампыр бар, қалампыр гвоздика, яғни. Бұл балды эссенция, бұны мен сіздерге, менде мына жерде алдында ашылғаны бардың, соны көрсетейін. Мына қараңыздар, мынандай қою, холодильникте біраз тұрып қатып қалған. Мына қараңыздар, мынандай пюре сияқты. Бұны суға қосып ішесіздер. Бұл эссенция ішектің қалыпты микрофлорасын ұстайды, қалдық паразиттерді шығаруға көмектеседі және де сіздің нәтижеңізді бекітеді. Міне осындай фиксация, яғни бекітеді деген мағына білесіздер. Енді бұны ішкен кезде көп адамдар көбінде шатасады. Өйткені бұны ішкен кезде кейбір адамдар қателеседі. Бірінші мынаны ішіп тастайды,
одан кейін барып мынаны ішіп тастайды, одан кейін аяғында мынаны ішеді. Ол дұрыс емес. Бұны ішкен кезде барлығын бірге ішу керек. Мына жерде жазылған, қараңыздар. Бірінші этап. Яғни бірінші, екінші күні сіздер мыналарды ішпейсіздер. Бірінші, екінші күні тек қана мынадан бір капсуладан күніне 3 рет ішесіз. Сонда 3 штук, мына бірінші күні мына 3-ін ішесіз, таңертең, түсте, кешке, тамақпен бірге, аш қарынға ішпейміз. Одан кейін екінші күні қайтадан ішеміз. 1, 2, 3. Бұл сіздің жаңағы өт жолдарын тазартады, шектерді тазартады, сөйтіп сізді дайындайды. Одан кейін үшінші күннен бастап мынадан сіз уже 3 рет ішпейсіз, бір капсуладан күніне 2 рет ішесіз. Например, таңертең біреусін, кешке біреусін. Сосын мынаны қосамыз. Екінші этапты қосамыз. Мынау сіздің шек жолдарыңызды тазартып ашып атады, яғни жолды ашады, ал мынау паразиттарды өлтіреді. Сонда параллельно жүріп отыру керек, шектерді ашып отыру керек, ол паразиттер, өлген паразиттарды шығарып отыру керек. Егер олар шықпай ішіңізде қалса, онда интоксикация болады. Интоксикация дегеніміз ол жаңағыдай сіздің денеңізге бір бөртпелер шығуы мүмкін, басыңыз айналып, құсқыңыз келіп, сондай бір жағдайыңыз болуы мүмкін. Сонда қараңыздар, 3-ші күннен бастап, қайтадан айтам, 3-ші күннен бастап, мынадан таңертең біреу, кешке біреу, мынадан фитопардан таңертең 3-ін ішесіздер, бірден, кешке 2 ішесіздер, кешке азырақ ішеміз. Сөйтіп сіздер ішесіздер, қараңыздар, 3-ші күн, 4-ші күн, 5-ші күн, 6-ші күн. Осылай ішесіздер. Мынадан таңертең біреу, мынадан таңертең 3. Мынадан кешке біреу, мынадан кешке 2. Қайтадан айтам, 3-ші, 4-ші, 5-ші, 6-ші күн. Осылай ішесіздер. Сосын 7-ші күннен бастап осылай ішуді жалғастырасыздар. Таңертең біреу, кешке 2, 3 таңертең, мынадан кешке біреу, кешке 2. Осылай жалғастырамыз, тек қана мынаны қосамыз. Яғни қараңыздар, өлтіріп атамыз паразиттарды, мынау екінші этап өлтіріп атады паразиттарды, немесе ірі паразиттарды ұйықтатып атады. Олар ұйықтап жатқан кезде мынау шек жолдарын ашады да, оларды шығарады. Содан кейін мынаны қосамыз, 3-ші. Сонда 8-ші күннен бастап мынадан күніне 4 рет, мынандай қасығы бар өзінің, 5 грамдық. Бұны суға қоссаңыздар да болады. Немесе мынандай бізде шөп шайлар бар. Асқазанның осындай шөп шайлары бар, содан кейін бауырдың шөп шайлары бар. Осыларға қосып ішсеңіздер де болады. Немесе құр өзін, мысалы мен бұны құр аузыма саламда, сумен іше салам. Маған солай ыңғайлы. Басында дәмі кішкене үйренгенше бір түрлі болады. Одан кейін үйреніп кеткеннен кейін дәмі үйреніп кетесіздер. Мен сондай ашты емес, бір өзінің бір кішкенте шөп болғаннан кейін бір дәмі бар. Міне, сөйтіп наның барлығы бітеді. Осының барлығы біткен кезде мынаны бітіресіздер. Соңғы 2 күн. Осыны тек қана таза, осыны ішіп, кейбір адамдар енді кейде 4 рет күніне іше алмайды, 3 рет ішеді. Сонда да сіздер барлығын осы біткенше бітіріп тастауға тырысыңыздар. Содан кейін тағы бір айтатын ерекшелік, ол тригель ішкен кезде міндетті түрде 1,5-2 литр су ішу керек. Міне осындай. Өйткені су ішпесеңіздер, паразиттерді айдап шығаратын еш нәрсе болмайды. Сондықтан оларды сумен асқазаннан, шек жолдарынан айдап шығарамыз. Содан кейін кейбір адамдарда, мысалы, бірден тазалануға қорқады. Немесе кейбір адамдардың өздерінің бір асқазан аурулары болуы мүмкін, бауыр аурулары болуы мүмкін. Ондай адамдарға міндетті түрде мына тригелімді бастамас бұрын, осындай асқазанның және бауырдың шайын где-то бір 10 күн немесе 2 апта ішіп, кішкене дайындап алғандарыңыз дұрыс.
Өйткені нагрузка асқазанмен бауырға түседі. Сондықтан да оларды кішкене дайындап, шок болмас үшін дайындап алғандарыңыз дұрыс. Міне осылай тригелінің ішілу жолы осындай. Егер сұрақтарыңыз болса, маған видеоның астына жазып кетсеңіздер болады. Одан кейін білесіздер, бұны балаларға да беруге болады. 7 жастан асқан балаларға да беруге болады. О балаларға берген кезде дозировка кішкене басқаша болады. Оны мен келесі видеода сіздерге түсіндіріп, осылай видео түсіріп берем. Жақсы, сау болыңыздар.